Абайдың қара сөздері адамзат баласының рухани темірқазығы, тәрбиенің алтын діңгегі. Номер 12 бөбекжай бақшасының шығармашылық педагогтер ұжымы ұлы ойшылдың қара сөздерінен құралған заманауи цифрлық эстафетаны бастайды. Құрметті әріптестер, Абай атамыз өзінің бірінші қара сөзінде ақыры ойладым, осы ойыма келген сөздерді қағазға жаза берейін. Кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын деген екен. Біз де бүгін болашақ ұрпақ тәрбиесіне қажетті асыл сөздерді парақтауды бастаймыз. Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала дүниеге келгенде екі түрлі мінезбен келеді. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен деп ұмтылады. Бұның бәрі жан құмарлығы, білуге деген ұмтылыс. Осы жан құмарлығын ояту біздің педагогтердің басты міндеті. Абай Құнанбаевтың 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таныса, сондай-ақ білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің сөзін ескерген кісі өзі де есті болады. Абай Құнанбаевтың 31-ші сөзі. Естіген сөзді ұмытпастыққа 4 себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болу керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибраттану керек, ықыласпен тыңдау керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдерінен қашық болу керек. Абай атамыз соңғы сөзінде кімде-кімнің әділеті мен махаббаты көп болса, ол ғалым, ол дана деп бізге үлкен өсиет қалдырды. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап ұғымы махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббатпен ұмтылған адам ғана кемелдікке жетеді. Біз Абай мұрасы мәңгілік цифрлық челленджін барлық мектепке дейінгі ұйымдарға жолдаймыз. Эстафетаны қабыл алыңыздар. Абай сөзін бірге ұлықтайық.